облысымыздың бұрынғы Маңғышлақ облысының қайтадан Маңғыстау облысы болып құрылғандығына биыл 35 жыл толмақ. Осы жылдар ішінде көптеген өзгерістер, ілгері жылжу, алға қарай жылжу болды. Білім саласында 40 жылдай жұмыс істедік. Қазір зейнеткерміз. Сол зейнеткердің көзімен қараған уақытта қандай өзгерістер болып жатыр десек, жаңарулар көп. Жаңартылған бағдарлама бойынша мектептер жұмыс істеп жатыр. Мектептерге жаңалықтар келіп жатыр, методикалық жаңалықтар. Қазіргі мектептерді бұрынғы мектептермен салыстырып қарасақ, көп ілгері жылжушылықты байқаймыз. Оларға кіріп қараған уақытта жақсы жабдықталған кабинеттер, ұстаздарға жасалған жағдай, инклюзивті оқытулар, жасанды интеллект, интернетті пайдалану, осындай нәрселердің барлығына мүмкіндіктер бар. Соны көрген уақытта көзіміз қуанып қалады. Енді облыстың қайта құрылған кезі көз алдымызда. 90 жылдары болды бұл қайта құрылу. Сол кезде облыс халқы қатты қуанды, адамдарға стимул пайда болды. Сондай керемет оқиға болды кезінде. Енді мектептердің ашылуына қарап отырсақ, қалада Ақтауды қаласында соңғы жылдары ондаған жаңа мектептер ашылды, және 30 шақты жекеменшік мектептер ашылыпты. Бұлардың барлығы үлкен алға жылжушылық. Мұғалімдердің де міне сондай жаңалықтар болып жатыр. Енді алда келе жатқан 35 жылдық мерекеге бүкіл облыс халқына құттықтағым келеді. Өзімізбен бірге жұмыс істеген, білім саласында жүрген мұғалімдерге табыс тілейміз. 35 жылдық құтты болсын.